Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман. Бүгін сіздерменен күн өту мен ыстық өтудегі алғашқы көмек тақырыбын талқылайтын боламыз. Достар, подписаться батырмасын басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген пайдалы ақпараттар болады. Күн өту дегеніміз ол күннің ультрафиолетті сәулесінің әсерінен немесе ыстық ортаның әсерінен ағзаның қызу салдарын айтамыз. Ыстықтың өтуі тек күннен ғана емес, сондай-ақ ыстық монша, ыстық бөлмеде ұзақ қалғанда, немесе ыстық машинада, терезесі жабық қапырық жерде қалып қойғанда, сондай-ақ қалың киіммен жаттығу жасау нәтижесінде болады екен. Күннің өтуі немесе ыстықтың өтуінің белгілері: адамның науқастың бет әлпетінің қызаруы, әлсіздік, яғни бастың айналуы, кей кезде естен танып дененің құрысуы, жүректің айнуы, құсу, бастың ауруы, дене қызуының 41-42 градусқа дейін көтерілуі, суық тердің шығуы, тахикардия, яғни жүректің тез соғуы, құлақтың шыңылдауы, түр-түсінің бозғылт тартуы. Бастан қатты күн өткен кезде адамда галлюцинация, яғни сандырақтау болады. Сондықтан да тез арада стационарға жатқызған жөн. Ең алдыменен жедел жәрдемді шақырамыз. Содан кейін науқасты егер бөлме ішінде болса, сыртқа таза ауаға және көлеңкеге шығарамыз. Қысып тұрған жоғарыдағы киімдерін шешеміз. Салқын суға малынған матаны науқастың үстіне жабамыз. Және 18-20 градус суменен денесін ысқылаймыз. Және естеріңізде болсын, бірден салқын суды үстінен құймаймыз, немесе салқын судың ішіне науқасты отырғызбаймыз. Және де науқасқа қолыңызға бірдемен алып желпу қажет. Шай, кофе емес, таза су береміз, және оның қатты салқын болмауы қажет. Егер науқас естен танса, нашатырный спирт, егер ол болмаса, су бүркіп оятуға тырысамыз. Жедел жәрдем келгенше есін жимаса, тамыр соғысы және дем алуын сезбесеңіз, жүрекке жанама массаж және жасанды дем беру қажет. Ыстық өту салдарынан болған жоғары температураны ыстықты түсіретін дәрілер көмектеспейді ол кезде. Және де ол кезде адамның денесін спиртпен сүртуге болмайды. Өйткені спиртпен сүрткенде адамның терісіндегі тесіктерді, яғни пораларды спирт бітеп қалады да, адамның ішіндегі ыстықтың сыртқа шығуына кедергі жасайды. Сондықтан аталған көмектерді көрсетіп, жедел жәрдемді күту қажет. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңіздің жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Күннің ыстығында ең қажетті ақпараттардың бірі деп ойлаймын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.